Hey, good day, pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанына арналған тжб-ны бастамақшымыз, яғни 90 бойынша жиынтық. Бұл жалпы 2-ші тоқсан бойынша, яғни Excel кітабында 3-ші және 4-ші бөлімдерге арналады. Тжб-да бізде 4 тапсырмадан тұрады. The first is listening, біріншісі тыңдалым. Listen to the recording and fill in the blanks with suitable words from the box. Енді біз бұл шетте тыңдамай-ақ логикаға салып, мына 5 сөзді текстке қоя аламыз. My family in Melbourne. Яғни отбасы Мельбурнда не істейді? Тұрады, я? Lives. Яғни lives-ті біз бірінші қоямыз. There are 6 people in my family. My father and the father live in a large house. Яғни қандай үйде тұрады десек, үлкен үйде тұрады. The house has 4 bedrooms and a big backyard. There are in front of the yard. There are flowers. Яғни бізде есіктің алдында нелер болады? Гүлдер. My older brother Alan is married and has 2 children. Яғни үйленген менің ағам және оның 2 баласы бар. My younger brother Bill and my sister Sue live at home. My father works in an office. Яғни менің папам жұмыс істейді офисте. Міне біз тыңдамай-ақ осылай былайынша логикамен қойсақ та болады. The first lives, second large, 3 flowers, 4 married, and 5 works. Ал бізде 3-ші бөлім, яғни отбасы туралы болды. Міне 5 сөзді қойдық, оған 5 балл беріледі. Reading. Read the text about Molly's job. Бізде true, false қойып шығуымыз керек. Енді біз оны тездетіп тексттен қарайық. The first, she looks after the big animals. Ол үлкен жануарларды қарайды. Her favorite animals are the tigers. Оның жақсы көретін жануары тигр, яғни жолбарыстар. There are 4 elephants at the zoo. Онда 4 піл бар. Molly gets up at 6 o'clock. Molly 6-да тұрды. The lions eat salad. Арыстандар салат жейді. Енді біз тексттен қараймыз. I'm at the zoo with Molly at the zoo after the big animals. Мінеке, үлкендерге қарайды, значит, бұл true. Біз T деп кетсек болады, true, яғни дұрыс. My favorite animals are the elephants. Яғни ол жолбарысты емес. Дер жақсы көрінбейді, сондықтан бұл дұрыс емес. F, false. There are 4 elephants at the zoo. Ол жақта нешеуі бар екен? 6. Яғни дұрыс емес, 4 емес, сондықтан бұл да false. Gets up at 6 o'clock. 6 бұл 6, сондықтан бұл дұрыс. 6-да тұрады, яғни. The lions eat salad. Әрине біз білеміз, олар ет жейді, салат емес, сондықтан бұл дұрыс емес, false. Ашып жазам десеңдер, міне true, не false. Дұрыс және дұрыс емес дегенді ашып жазсаңдар болады. Оған да 5 балл беріледі, 5 сұраққа. Next task. Келесі бізде writing. Енді біз бұны жазуымыз керек. Write a letter to your friend about your new friends. Біз достар туралы, оның қасиеттер туралы өткен болатынбыз. Сондықтан бізге өзіңнің жаңа достарың туралы хат жаз. Мінекей бізде мынандай үлгі беріліп тұр, хат. Соған біз жауап жазсақ болады. Hello dear friend, I want to tell you about my new friends in Cambridge. I met them at school. They are very funny and friendly. They are Nicola, Mark, and Sue. We go to school together. We have the same interests. Write me about your friends. I'm looking forward to your answer. Love, Miras. Осыған біз жауап жазуымыз керек. Енді мен сызықтарға емес үстіне жазайын, абзац бәрін көріну үшін. Hello dear friend. Енді біз Мирасқа жауап жазсақ, немесе сендер кез келген біреудің атын жазсаңдар болады. Hello Мирас. Біз Мирасқа жауап жазайық, иә? Яғни ол айтып жатыр, Кембриджде менің жаңа достарым бар, олар мектепте, олар көңілді, дос жырайлы, үшеуін айтып жатыр, Никола, Марк, Сью.
мектепке бірге барамыз, бірдей қызығушылықтарымыз бар. Енді сен өзіңнің достарың туралы жаз дейді. Енді біз біріншіден оған рахмет айтамыз. Thanks for your letter. Яғни хатыңа рахмет. Енді біз не үшін жазатқанымыз дәл солай жазамыз. I want to tell you деп бастағанымыз дұрысырақ болады. You about my friends in Қызылорда. Мысалға мен Қызылордадамын, сондықтан Қызылорда деп жазайын. Сендер кез келген өзінің қалаларын жазсаңдар болады. I met them at school. Оны мектепте десек дәл солай жазуға болады. They are. Енді біз басқа өткен сын есімдерді қолданайық. Clever, ақылды. And patient, шыдамды. Біз сөздерден they are. Енді мына шетке біз аттарын жазамыз. Мен мысалға жаза салайын. They are Жібек, Талғат, and Айна. Қазақша тұрады. We go to school together. We go to school together. Мектепке бірге барамыз. Together too. Біз де бірге барамыз дегенде. We have the same interests. Біз енді бірге бір нәрсе жасаймыз деп айтайық. We played tennis. Мысалға теннис ойнаймыз. Together. Play tennis. And listen to music. Бірге ән тыңдаймыз. Басқа да етістіктерді ала берсеңдер болады осы жерге. Together бірге. Енді оған сұрақ қояйық, Write me. Оған енді отбасын туралы сұрақ қой. About your family. Енді одан жауап күтеміз деп дәл солай жазамыз. I'm looking forward to your answer. Мен неге дәл бұл жазады? Себебі мен қазір басқа айтсам, басқа тіркестерді алсам, оны сендер өтпеген болулары мүмкін. Мен қиындап жазып жіберіп, сендерді апай оны қаяқтан үйренді, басқа жақтан алды деп ойлап қалуы мүмкін. Love немесе love демей бішке best wishes деп жақсы тілектермен. Және хаттың соңына бір кез келген тілек айтсақ болады, және одан үтір қойылады, және өзіңнің аттың мысалға Айгерім жазылып жатқандық. Міне осылай бітеді. Міне абзацтарды көрсетіп қояйын. Осы абзацтар міндетті түрде сақталу керек хатта. Speaking. Choose one of the pictures and describe it. Біз мына суреттердің біреуін алып, оны сипаттаймыз. Who is on the picture? Бірінші, яғни сен кімді көріп тұрсың? Бұл, яғни бастаймыз. This is мысалға дәрігерді қояйық. This is a doctor on the picture. Суреттегі бұл дәрігер. Дәрігердің оны басқа мағыналардан қойсаңдар болады суреттегі. What does or she do? Ол не істейді? Бізде әйел адам, сондықтан she. Ол не істейді, емдейді. She treats. Сендер бұл туралы кітапта бар. Patients, яғни пациенттерді емдейді, немесе аурулар деп айтсақ болады. Where does she work? She works. Ол қаяқта жұмыс істейді? Ол and the hospital. Яғни hospital больницада, Who does she work with? Кіммен бірге жұмыс істейді? She works with. Ол кімдермен? Дәрігер. Адамдармен жұмыс істейді. With people. Do you like this profession? Ұнатасың ба, ұнатпайсың ба? I like. Ұнатпасаң, I don't like немесе dislike. I like this profession. Бұл мамандықты ұнатамын. Неге десек, біз because деп жауап береміз, Себебі because it is немесе ол көмектеседі деп айтқанымыз дұрыс шығар, She helps
helps for everyone. Барлығына көмектеседі. Дайын болды. Бұл speaking, бұны жазып, дайындалып апайға айтасыздар. Басқалары да дәл осылай сипаттайсыңдар, және бұған да 5 балл, сонда 4 тапсырмаға 5 балдан барлығы 20 балл болады. Бағана үлгермей қалсаңдар, дұрыс сөйлесін. Now listening, бағанағы бірінші жазғам, және readingнің дұрыс жауаптары тұр, және де мен writing мен speaking берілмейді, оны хатта және мынаны сипаттап білуін көрсеттім. Тағы да сұрақтарың болса, комментарийға жазып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық сыныптың ЖБ және БЖБ жұмыстары шығатын болады алда әлі. Және де менде сұрақ 10 және 11 класста мен сұраушылар бар ма? Мен 10-11-ді әлі жазып тұрған жоқпын. 5-тен 9-ға дейін алып тұрмын әзірше. Бұл жаңа канал, жаңадан шығып жатқан. Егер сұраныс болса 10-11-де түсіремін. Goodbye, good luck. Қане балдар, сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы, сау болыңдар.